Әр жыл сайын IT мамандығы өкілдері туралы стереотиптік көзқарастар азайып, қызығушылардың саны Қазақстан бойынша да және әлем бойынша да геометриялық прогрессиямен артуда. Оның себебі неде? Мамандықтың кемшіліктері мен артықшылықтары жайлы және Қазақстан бойынша IT мамандарын дайындайтын үздік 5 университетті атап көрейік. IT мамандығы ақпараттық технологияларға кіретін барлық программисттер, жүйе администраторлары, веб-сайт дизайнерлері, ақпараттық қауіпсіздік және тағы да сол сияқты мамандықтар жиынтығы. Қазір еш заманауи компанияны IT мамансыз елестету мүмкін емес. Бұл маман иелері мемлекеттік органдарда, шет елдік компанияларда және ешқайда шықпай өз үйлерінде де отырып жұмыс атқара алады. Мамандықтың артықшылығына жоғары төлемақы, мамандыққа деген сұраныс, тәжірибені еш жұмыс орталығынан істемей-ақ алуға болатын мүмкіндігін және жұмыстың тазалығын атауға болады. Мамандықтың теріс жағына бұл сферада мемлекеттік гранттардың аз болуы, ағылшын тілінің міндеттілігі, жұмыстың кейде бір сарынды және әрдайым өз қабілеттеріңді жетілдіруді талап етуін атауға болады. Қазақстанда бұл мамандық бойынша әрбір екінші жоғары оқу орындарында дәріс бергенімен, сапалы мамандық иесі болу үшін көбінде лайықты білім берілмейді. Сондықтан да біздің және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының пікірі бойынша үздік 5 оқу орнын таңдадық. 5-ші кезекте нархоз инновациялық білім ордасы. Негізгі бағыты экономикалық мамандықтар болғанымен, сапалы педагогтар мен заманауи инфрақұрылымның арқасында ақпараттық жүйе Data Science профилі бойынша IT секторына Қазақстан бойынша ең сапалы мамандардың бірін дайындауда. Нархоз университеті 1963 жылы құрылып, негізгі корпусы Алматы қаласында орналасқан. Профильді университеттер арасындағы ең үлкен жоғары оқу орны. Университеттің басты акционері бизнесмен, Қазақстан теннис федерациясының президенті Болат Утимуратов. Университетте тілдік кедергі жоқ. Бұнда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім алуға болады. Нархоз әрбір оқу жылында 105 дарынды талапкер үшін оқу ақысын толық өтеу кепілдігін беретін стипендиялық бағдарлама іске қосылған. Сонымен қоса университетте жоғары деңгейлі инфрақұрылым, әскери кафедра, халықаралық және трансұлттық компаниялармен серіктестік жүргізіледі. 4-ші кезекте СДУ университеті. Сүлеймен Демирел атындағы университет 1996 жылы 17 желтоқсан күні Нұрсұлтан Назарбаевпен және Түркия мемлекетінің сол кездегі президенті Сүлеймен Демирелмен Алматы облысының Қаскелең қаласында ашылған. Халықаралық үлгідегі бағдарламаға сай жүргізілетін оқу орны IT мамандарын тек ағылшын тілінде үйретеді. Университеттің пайымдауынша, бұл студенттердің оқу үрдісін бейімдеуіне тек оңды әсер етеді. СДУ-да арнайы IT мамандарына қосымша курстар жүргізілетін IT-клуб ашылып, студенттер арасында өз идеялары мен стартаптарын жетілдіруге көмектесетін хакатон ұйымдастырылады. Сонымен қатар студенттерге ЦИСК академиялық серіктестігінен премиум плюс ең жоғарғы деңгеймен есептелген халықаралық және қазақстандық компанияларда мойындалған сертификаттар беріледі. 3-ші кезекте Қазақстан неміс университеті. Неміс жоғары стандарты бойынша оқытылатын орталық Азиядағы жалғыз халықаралық университет. КНУ түлектері Германияның, Еуропаның өзге де жоғары оқу орындарында оқуын жалғастырып, ірі шетелдік және халықаралық компанияларда тәжірибе жасап, мансап құра алады. Ақпараттық жүйе мамандығында университет еуропалық стандарттар бойынша экономикадағы ақпараттық инженеринг, телематика және мобиль компьютинг бағдарламаларын жүргізеді. Қазақстан неміс университеті Германияның ең беделді университеттерімен серіктессе. Осының арқасында университет қабырғасында шет елден шақырылған мамандар дәріс оқиды. Сонымен қатар КНУ 2013 жылдан бастап жоғарыда аталған ЦИСК-ның Қазақстанда қызмет атқаратын алғашқы жүйелік академиясы болып табылады. Осының арқасында университетте ЦИСК және Оракle'дың сертификацияланған лабораториясы орналасқан. 2-ші кезекте халықаралық ақпараттық технологиялар университеті немесе IT университеті. Университет түлектері алгоритмдер, компьютер желісі, робот техникасы, компьютерлік лингвистика бойынша мамандар даярлаудан әлемде жетекші орын алатын Карнеги Меллон сертификаттарын алып, аталмыш университетте тәжірибеден өтеді. Себебі университет 2009 жылы көне Карнеги Меллон ақпараттық технологиялар университетінің ынтымақтастығымен салынған.
IT университетінің студенттері американдық несиелік оқыту жүйесі бойынша тәлім алып, әрдайым халықаралық IT сайыстары мен зияткерлік олимпиадаларына қатысады. Оқыту ең үздік әдістемемен ғана жүргізілмей, кафедрада соңғы үлгідегі компьютерлік техникамен және бағдарламамен жабдықталған 4 зертханалық сынып, сонымен қоса 2 ғылыми зерттеу лабораториясы ұйымдастырылған. Сонымен, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының пікірінше, IT мамандығын ең үздік оқытатын оқу орны ол Қазақстан Британ техникалық университеті. КБТУ 2000 жылдың қараша айында сол кездегі Ұлыбритания премьер-министрі Тони Блэрдің қолдауымен ашылған. Оқытушылық құрамының 30% шетелдік ұстаздардан құралған университет әлемдік жоғары стандарттарына сай мамандарын дайындайды. КБТУ университеті халықаралық студенттер арасындағы программалау бойынша ACM олимпиадасының финалында Орталық Азия бойынша ең жоғарғы көрсеткіштерге ие. Сондықтан Қазақстандағы өздерінің бәсекелестерінен бұл сала бойынша жұмысқа орналастыру және түлектерінің орташа жалақылық көрсеткіші бойынша ең үздік көрсеткіштер көрсетуде. Қазақстан Британ техникалық университеті жоғарыда аталған университеттердің артықшылығының барлығына да ие. Жоғары деңгейлі инфрақұрылым, халықаралық деңгейдегі сертификация және оқу барысында жетекші компаниялардың нақты проектімен жұмыс атқару мүмкіншілігі. Ал сіздің пікіріңізше, Қазақстанда IT мамандығы бойынша тағы қай оқу орны сапалы мамандарды дайындай алады? Келесі видеода қандай мамандық бойынша топ 5 құрастырылу керек? Өз ойыңызды комментарияға қалдырыңыз.